Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге керемет болып шығатын самсаны рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басыңыз. Өте оңай жасалады. Ең алдымен тестісін жасаймыз. Ол үшін 500 грамм ұнымызды осындай ыдысқа салып, ортасын ашып қоясыздар. 1 стакан салқын суға 1 шай қасық тұзымызды салып, араластырып қойып қоясыздар. Енді осы ұнның ортасына 100 грамм ерітілген сары майды құйып, және суымызды, яғни салқын суымызды араластырып, аз-аздан құйып, алғашында қасықпен, содан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды толықтай иегі қанғанша илейтін боламыз. Шамамен 15-20 минут қайырып илейсіздер. Қолыңызға ұстағанда жабыспайтындай болуы қажет. Енді осы қамырды таза салафанға кигізіп, 15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін 1 пияз, ет және азғантай май қажет болады. Барлығын видеода көрсетілгендей майдалап турап аласыздар. Осындай бір ыдысқа саламыз. Қандай ет болса да өз қалауларыңызға қоссаңыздар болады. Салмасына 1 шай қасық қара бұрыш және жарты шай қасық қызыл бұрышымызды және де азғантай сұйық майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді пакеттегі қамырымызды алып, оны видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп шығасыздар. Әр бөлігін өзіңіздің қолыңыздың көмегімен осылай айналдырып қойып қоясыздар. Барлығын күйіп кетпес үшін пакетке салып қойыңыздар. Енді бір қамырымызды алып, видеода көрсетілгендей оқтаумен жайып шығатын боламыз. Қалың болмау қажет, жұқа қылып жайып шығасыздар. Мінекей мен жайып шықтым. Енді ортасына салмасын саламыз. Шамамен 3 ас қасықтай саласыздар. Салып болған соң, видеода көрсетілгендей қамырдың жиектерін осылай қолыңызбен бүріп жинайтын боласыз. Яғни ашылып кетпеу үшін осылай тығыздап, екі қолыңыздың көмегімен жинап қоясыздар. Барлығын видеода көрсетілгендей қылып жасасаңыздар болғаны. Мінекей көріп тұрғандарыңызда екі қолмен айналдырып, артық қамырды пышақпен кесіп алып тастаймыз. Себебі қамыры көп болып кетеді. Енді екінші қамырымызды алып, тағы да солай жаямыз, және де ол қамырдың үстіне салқын су жағып шығамыз. Салқын суымызды жағып болған соң, үстіне жаңағы бірінші дайындаған қамырымызды ортасына қойып, видеода көрсетілгендей жиектерін, жандарын іштеріне қарай кіргізесіздер қолыңызбен. Және үшінші қамырымызды тағы да жұқа етіп жайып аламыз видеодағыдай. Енді осы қамырымызды видеода көрсетілгендей ұзын жолақтарға бөлесіздер, және де лагманның тестісін созғандай қолыңызбен айналдырып ұзартатын боламыз. Барлығын осылай жасап аласыздар. Егер де сіз осы самсаны жасайтын болсаңыз, күнде жалықпайтын боласыз жасауға. Өте керемет, дәмді болып шығады. Енді осы дайын болған екі қамырдың басын біріктіріп, қолыңызбен айналдырып, осындай узор жасауымыз қажет. Барлығын осылай айналдырып шығасыздар. Видеода көрсетілгендей осындай ұзын узор жасаймыз. Осы ингредиенттерден шамамен менде 3-4 самса шығады. Енді пергаменттің үстіне самсамызды қойып, бетін жұмыртқаның сарысымен барлық жерін жағып шығамыз. Және жаңағы жасаған узорымызды айналдырып бетіне қоямыз. Кішкене ғана қамырды алып, оны қолыңызбен дөңгелетіп, самсаның тұтқасы сияқты қылып қойып қоясыздар. Және де оның да бетін жұмыртқаның сарысымен жағып шығасыздар. 180 градуста 50 минутта пісіріп аласыздар. Мінекей біздің самсамыз дайын болды, өте керемет болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая.